Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге әмбебап қамырдың рецептін ұсынғым келеді. Ең алдымен ыдысымызға 2,5 стакан ұнды енелеуіштен алдын ала өткізіп алдым. Осылай салып аламыз. Стаканымызға 1 шай қасық толмай тұзымызды салып, оның үстіне 2 ас қасық өсімдік майын құямыз да қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Араластырып алған суымызды ұнымыздың үстіне қосып, шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Алдын ала қамырды шанышқымен араластырамыз да, одан кейін қолымызбен қамырды илейміз. Қамырымызға суымызды аз мөлшерден қосып отырып илейміз. Сонда біздің қамырымыз біркелкі жақсы болып шығады. Осылай қамырымызды илеп аламыз да, артық мөлшерде су құймаймыз. Және де ұн салмаймыз. Осылай егерде бұдан үлкен мөлшерде жасағыларыңыз келсе, онда порциясын көбейтіп жасайсыздар. Бетін жауып, июге қойып қоямыз. Екі-үш қайтара илеп иген қамырымыз өте керемет болып шығады. Бұндай қамырдан сіздер манты, вареники, пельмени жасап көрсеңіздер болады. Әмбебап қамыр болып келеді. Егер видеом ұнап жатса, астына пікірлеріңізді қалдырыңыздар, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.